Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сіздермен дүниетану сабағында біз қалай тамақтанамыз тақырыбымен танысатын боламыз. Сен ежелгі және қазіргі заман адамдарының тамақтану ерекшеліктері туралы білесің. Тамақтану ережесін сақтаудың маңызын түсінесің. Олай болса оқушылар, оқулығымыздағы суреттерге назар аударайық. Және суреттерді салыстырамыз. Алғашқы адамдардың қалай тіршілік еткенін есіңе түсір. Ежелгі және қазіргі адамдардың тамақтануында қандай айырмашылықтар бар? Ертеде адамдар жемістерді, өсімдіктер тамырларын азық еткен. Жабайы аң етін шикілей жеген. Уақыт өте келе адамдар тамақты отқа пісіруді үйренді. Мұндай тағамның дәмді, пайдалы екенін түсінді. Балалар, олай болса, келесі видеороликке назар аударамыз. Салауатты тамақтану дағдылары. Сәлем, менің атым Руслан. Бүгін мен салауатты әдеттер жайында айтып беремін. Таңғы, түскі және кешкі асты күнделікті бір уақытта ішкен дұрыс. Негізгі астар арасында жеміс-жидек немесе аздап жаңғақ жеуге болады. Әрбір асқа кемінде 20 минут бөліңіз. Тамақты аздаған бөлшектермен жеңіз, асықпай шайнаңыз. Тамақты рахаттанып ішу үшін басқа заттарға алаңдамауға тырысыңыз. Ұялы телефонға, теледидарға немесе компьютерге. Тамақтың орнына гаджетке назар аударғанда, миыңыз нені және қанша мөлшерде жегеніңізді білмей қалады. Сондықтан, тамақты шамадан артық жегендіктен, кейіннен өзіңізді нашар сезінуіңіз мүмкін. Қаптамадағы өнімдерді сатып алғанда міндетті түрде жапсырмасын оқыңыз. Жарамдылық мерзімін қараңыз. Сақталу мерзімі өтіп кеткен өнімді ешқашан тұтынбаңыз. Жапсырманы мұқият оқыңыз. Трансмайлардың, тұз бен қанттың мөлшер көп өнімдерді алмаңыз. Неліктен екендігін қазір түсіндіремін. Трансмайлардың қоректік құндылығы жоқ. Олар семіздікті, диабетті, жүрек бұзылысын және басқа ауруларды туындатады. Тұз судың іркілуіне апарады. Судың организмдегі артық мөлшері қан тамырларындағы қысымды көтереді. Бұл жүрекке, бүйрекке және миға артық жүктеме түсіреді. Осының барлығы түбінде жүрек ұстамасына, миға қан құюына, бүйрек бұзылыстарына және басқа ауруларға апару мүмкін. Қант энергия көзі болғанымен, тәттіге, әуестік, семіздікке, диабетке және басқа ауруларға апару мүмкін. Осы ережелердің барлығын орындауға тырысыңыз. Сонда денсаулығыңыз мықты болады. Балалар, оқулығымызға назар аударайық. Тағам және сусын. Суреттерге қара. Тағам мен сусынды анықта. Сен таңертең қандай тамақ жейсің, қандай сусын ішесің? Тағам және сусын адамның тіршілік ету үшін қажет. Олар күш береді және шөлді қандырады. Көкөніс, жеміс және ет тағамдарын күнделікті пайдаланған дұрыс. Тағамның алуан түрлі болуы денсаулыққа пайдалы. Тамақтану ережесін сақтауда денсаулық үшін маңызды. Сен білесің бе? Бие сүтінен шипалы сусын қымыз алынады. Қымыздың отаны Қазақстан. Бие құлындағанда пайда болатын уыз бірі саумал. Саумалды әуелі қасықтап, кейін біртіндеп кеселеп ішу керек екен. Оның құрамында қандай дәрумендер бар екенін алдағы бейнесюжеттен біле аласыздар. Басына бұлт қондырған, бауырына жұрт қондырған Алатау бөктерінде Шопатай деген жайлау бар. Суы шипалы, шөбі шырайлы, жылқы өсіруге қолайлы мекенде саумалмен емдеу шаруашылығы ашылған. Жастайынан малдың жайын білетін ертілеу сатып алды, адал еңбегімен өз кәсібін өрістетіп отыр. Осы бие 2 сағат сайын сауылады, сауыну уақытысы дейді. Осы кезде бие өзі жақындап келіп иеді. Иіп осы иген жағдайда қарау керек. Бие сүті дертке дәру, сауға қуат.
Әсіресе жаңа сауылған саумалдың емдік қасиеті ерекше. Оның құрамында А, С, В1 дәрумендері және кальций, магний, фосфор болады. Мысалы, А дәрумені жасушаның жаңаруына ықпал етсе, С дәрумені ағзаның кез келген ауруға қарсы тұру қабілетін арттырады. Бұл ғылыми тұрғыдан дәлелденген мәліметтер ғана. Әлі де зерттелмеген, ашылмаған тұстары қаншама. Ішкі құрылыстарын, ішкі ағзаларын тазалайды. Бірінші жұмысы. Одан кейін әлбетте бауырының қызметін жоғарылатады. Енді бауыр бізде қанды реттеп тұратын ағза ғой. Одан кейін барып өт жолдарын, асқазан. Енді өздеріңіз білесіздер, бабаларымыз бұрынғы кездерде кәдімгі құрт ауруы дейді ғой. Соны қалай емдеген. Көрдіңіз бе, осы саумалмен уақыт-уақытысымен іштіріп тұрып, тура жылқының қорасында жатып тұрып адамдар емдеген. Саумалды жаңа сауылған ыстық күйінде 10 күннен 30 күнге дейін үзбей ішу керек. Сондықтан көктем мезгілінде Ертілеу ағаның жайлауына науқас адамдар көп келеді. Солардың бірі Құдайберді Дүйсебайұлы асқазан ауруына шалдығып 3 жыл бейнет көрген. Ақыры амалы құрған соң операция жасатпақ болыпты. Бір жолдасым жасатпай-ақ мен саған бір емдік дәрілі нәрсені айтайын, ол оңай, содан жазыласың деді. Мен содан бері қарай осы саумал ішіп 3 жыл іштім. 3 жылдан бері енді Құдай атауы қазір құлан таза жазылдым, жақсы. Мен осы Нұртілеуден келіп күнде саумалды ішіп тұрам. Шипалық дәрілік қасиеті мол жылқы баласының. Саумалдың пайдалы дәрумендері адам ағзасына асықпай сіңіп, нәтижесі 5-6 айдан кейін білінеді екен. Бүгінгі сабақта оқушылар көптеген мағлұматтар алдыңдар. Үйге тапсырма орындап көр.